Мысырда және Вавилонда ұлуды мәңгілік символы деп санаған екен. Ал Гиппократ болса ұлу шырышын ашыған сүтпен араластыру арқылы күйіктерді емдеген. Сонымен қатар ұлу шырышының терідегі асқыну процестерін жаралар мен зақымдарды басатын қасиеті бар. Косметология саласында ұлу терапиясына деген сұраныс күн сайын артуда. Қазақстанда да жастықтың мерзімін ұзартамын деушілер осындай ерекше жәндіктің көмегіне жиі жүгінеді. Қандай қызық, керемет Дана. Сіз қашаннан бері ұлуды асырайсыз? Ұлуды асырып жатқаныма көп болған жоқ, 1 жыл ғана болды. Ал көп күтімді қажет ете ме? Жоқ, ұлу ешқандай күтімді қажет етпейді. Ең бастысы оны жақсы көру ғана қажет. Түсінікті. Олай болса, орайы келіп тұрғанда мен де ұлу терапиясына әсерін байқап көрейін? Әрине, біз де дайынбыз. Жақсы. Негізі ұлу терапиясы жай ғана құрлық ұлуының массажы. Мұндай массажға африкалық ахатинаны жиі қолданады. Оларды үй жағдайында өсіріп баптайды. Бұл салада жабайы ұлуларды пайдаланбайды. Ал африкалық ұлулар ірі болғандықтан көбірек шырыш бөледі. Клиенттің беті өте таза болу керек. Сол себептен әртүрлі макияждарды алып тастаймыз, ең бастысы. Және де екінші клиенттерді жатқызып, оның ұлудың өзінің табиғи шырышларын жағып, үшіншіден ұлуды бетіне қоямыз. Ұлу ол тек қана слизін жағып қана қоймайды. Ол жүргенде бұрынғыдан қалған шрамдарды жағады, және акне деп айтып жатады ғой, соларды да кетіретін көптеген пайдалар бар. Ұлуды кез келген жағдайда біз пайдаланамыз. Ол екіқабат әйелдерде де пайдалануға болады. Ешқандай ертеңгі күні ауырып кетуі, беттің қызаруы ондай болмайды. Жалпы ғалымдар ұлу шырышын зерттеуге оны асырайтын адамдардың жарақаттары тез жазылып, ал қолдарының терілері өзгелердікінен әлде қайда жас көрінетін болғандықтан кіріскен. Осылайша ұлу шырышының пайдалы болуына коллаген, эластин, алантаин, гликоль қышқылы, протеаза, хитозан, А, С, Е, В6, В12 сияқты дәрумендер себеп екендігі анықталған. Мәселен, гликоль қышқылы теріні өлі жасушалардан тамаша тазартады, майлылықпен күреседі. Коллаген және эластин тері тығыздығына демеу.